Бастау АК-ТY Темірлан Ернат деген. Бірақ домбырамен келмейді. Осы өнерім, текті өнерім мен женіме жұғады деп айтып кеткен екен. Бұл сендердің Димашпен бірінші рет өнер көрсетулерің, жаңылыспасам. Кемшіліктері де болды. Өзін ақтаған жоқ, шын ашығын айта берейік оны. Алпамыс, яғни ол кезде сендердің продюсерлерің. Продюсер дегеніміз біздің түсінігіміз мүмкін басқаша шығар. Тойға шыққандарың үшін 10 мың теңге берді ма? 500-700 мың миллионға дейін алатын инструменталисттер бар. Домбыраға отдельно орын алдырды. Сендерге жақсы гонорар төледі ма? Бұл қалай жүзеге асты? Оған дейін Европаның поездкаларын айтпаймыз, а? Ассалаумағалейкум, бұл Парадокс, сіздермен бірге мен Асхат Садырбай. Бүгін бізде қонақта жас домбырашылар, еліміздің атын әлемге танытып жүрген таланттар Темірлан Олжабай, Ернат Наурыз. Қош келдіңдер, жігіттер. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді сендерді елден гөрі шетелден көп көреміз. Ақпарат сайттардан, әртүрлі басылым беттерінен оқып жатамыз. Ернат пен Темірлан қандай байқауда бас жүлдені жеңіп алды деп. Тек қана бас жүлдені жеңіп алған жаңалықтарында оқимыз. Әлде мен тек қана сондай жаңалықтарды оқимын ба? Екінші, үшінші орын аласыңдар ма негізі? Әлде тек қана бірінші орын ба? Жоқ, екіншіде, үшінші орын алған кездер бар. Болды, бірақ көбірек бас жүлде негізінде. Көбірек бас жүлде. Халықаралық байқауларда сендердің өнерлеріңді ерекше бағалайтын сияқты, иә? Сондай ма? Жалпы біздің өнері деп айтуға келмейтін шығар, бұл жалпы домбыра ғой, қазақтың домбырасы. Домбыраның жалпы таң қалады көбіне шетелдіктер. Бас жүлдені беріп, қанжығымызға байлап, сөйтіп арқамыздан қағып. Маған қызықта ерекшелігі неде? Енді басқа да ұлттардың аспаптары бар ғой, мысалы түріктердің аспабы бар, қырғыздардың аспабы бар, өзбектердің аспабы бар, басқа да Азия елдерінің аспаптары бар. Бірақ несімен ерекшеледі? Несімен сендер енді өздерінің харизмаларында бар шығар? Біздің оларға композиция, күйлеріміз ұнай ма, әлде домбыраның үні ұнай ма? Неге домбыраға деген сондай бір ықылас ерекше? Ол жақсы әрине, бірақ қызықта маған. Негізі енді әр мемлекетке барған сайын, мысалы біз алдыңғы жылы осы британиялық бір байқауға қатысқан кезде біздер Вивальдидің жыл мезгілдерін орындаған болатынбыз. Бұл шетелдіктер соған таң қалды. Бұл әлемдік классика, жалпы классика аспаптарының енді былайша айтқанда біздің құрманғазы күй атасы болса, олардың Вивальди. Және оның композициясын олар домбыраның үнімен естіп тұр, обработкасын үнімен естігеніне таң қалып, сөйтіп бір бас жүлде берген болатын. Сонда енді кейбір елдерде мысалға біз керісінше Нұрғиса атаның бала мешкасын тартқан кезде домбыраны лақтыратын жерлер бар ғой. Соған таң қалады да олар. Домбыраны былай да тартып алып болады, былай да тартып алып болады. Негізі атамыздан қалған күйлер бар. Әрине, иә. Күйлер бұл бізге дейін де болды, бізден кейін де қалатын күйлер деп ойлаймыз оны. Жақында ғана Астана қаласында өздерінің алғашқы 5 жылдық концерттеріңді бердіңдер. Ол жерде өнерлеріңе тәнті болдық. Өздеріңе қалай жалпы? Көңілдерінен шықты ма? Бастайсың ба? Бірінші концерт болған екен, мен ойымша әлі қорытып үлгерген жоқпыз оны. Қалай болды? Негізі ойымша жақсы болды деп мен әрқашан өзіміз үміттенеміз ғой. Кешегі концерт халықтың қошеметіне қарағанда жақсының одан да үлкен жақсы болған сияқты. Себебі бүкіл қошемет халық шыққаннан кейінгі отзыв деп айтамыз ғой. Халықтың көңіл күйі, біз туралы енді ата-аналарымыз болды, туысқандарымыз болды, барлығы жан-жақтан ерекше кеш болды. Бұрын сонда бұндай кеште болмаппыз. Марқайып демалып қалдық, әдемі кеш болды деп сондай тек концерттің жақсы жағын ғана айтып жатыр да. Сол үшін жақсы. Әрине кемшіліктері де болды. Ол бірінші концерт болғандықтан ол кешірімді деп те ойлаймыз негізінде. Бір айтатын бір ерекшелігі, бұл концерт өз күшімізбен жасалған концерт болды. Ешқандай демеушінің көмегінсіз? Жоқ, ешқандай демеушісіз, өзіміздің қасымыздағы бауырларымыз, достарымыз қолдап, сол кісілердің арқасында команда жиналып, осындай бір кішігірім 5 жылдық бірінші алғашқы кешіміз жалпы Астанадағы. Енді әлде де алда да кештер болады деген үміттеміз, бірақ келесі кеш берер алдында өзіміз үшін минустарын жазып алдық та бәрін. Сол үшін біз үшін бұл тәжірибе болды. Үлкен бас репетиция деген сияқты болды дейсіңдер ғой, бір жағынан дұрыс, жақсы. Енді дуэттің құрылу тарихын біраз жерде айттыңдар, білеміз. Сендер сол екеуінде кішкентай күндерінен осы өнерге жақынсыңдар, домбырамен келе жатсыңдар. Мектепте оқыдыңдар, музыкалық мектепте, одан кейін колледжде оқыдыңдар. Колледж. Университет, 2 жыл магистратура бәрі. Иә, екеуіңнің тағдырың сол университетте тоғысыпты, иә, өнер. Сол жерде екеуің осындай
дуэт құрайық деген идея пайда болған екен. Одан кейін сендердің бұл бастамаларыңды ол кездегі ректор Айман Мұсақожаева қолдап, сендерді үлкен байқауларға жіберген екен. 2017 жыл жаңылыспасам Димаштың Қытайдағы байқауына барып сендер қолдадыңдар, бір Аймсингер жобасында бір апталық өнер көрсеткенде сендер сүйемелдедіңдер. Сүйемелдедік, артында 7 қыз бен жігіттер болып, жаңағы өзіміздің Қазақ ұлттық өнер университетінің 7 аспап, қазақ тілінде киелі саны деп 7 бар, қобызы, дауылпазы бар, домбырамен, шаңқобызбен. Дайдидау әніне сүйемелдеген болатын сол жерде. Бұл сендердің Димашпен бірінші рет өнер көрсетулеріңе жаңылыспасам? Алғашқы таныстық емес, әлде алғашқы таныстық емес, оған дейін де таныспыз ғой Димашпен. Бірақ бірінші рет бірге өнер көрсеткеніміз болар, сол жерде негізі. Оған дейін Европаның поездкаларын айтпаймыз, ол кезде бірақ бірге емес. Біздер қазақ ол солист болып барады. Солист. Біздер ансамбль, жаңағы 10 адамдық оркестріміз бар, ол солист болып баратын. Бірақ бәріміз бір университеттің атынан баратымыз. Солай болмаса, ал Қытайда бірігіп бірінші рет Одан кейін меніңше сендердің топтарыңа деген қызығушылық пен сондай бір ықылас ерекше болған сияқты, иә? Осы дуэт одан кейін бір кәдімгідей елге де таныла бастады. Бастау деген атпен шықтыңдар ең бірінші. Алғашында шықтық. Бұның жаңа себебі сол 2017 жылы Димаштың концертінде, осы Астана аренада өткен концерті. Сол кезде алғаш рет екеуміз жаңағы, енді былайша айтқанда ресми дейміз ғой, официальный деп дуэт болып сахнаға шығып тұсауымыз кесілген болатын сол жерде. Сол жанрда. Жаңа өзіміздің поп жанрда ұстанып жүрген бағытымызда. Содан кейін бастау болып жүріп 2010 осы карантинға дейін біздер 2018-де бастау деген атауымыз өзгеріп, қазір Темірлан Даянат өз атымызбен. Неге өзгеріп кетті? Негізі солай жазып тұр. Негізі өте сондай сұрақ қой, бәрі қоятын сұрақ негізінде. Неге бастау деп? Кейбір жерлерде бастау деп біз әлі күнге дейін бастау деп біледі. Бастау деп біледі негізі. Кейбір концерттерде бастау деп те жаңа хабарлайды. Оған бірақ ешкімнің бастау деп ең алғашында барлықтарыңыз білесіздер ғой, Лұқпан ағаның жалпы тобы болды. Иә, Болат Жолдасовпен, иә. Өзіміздің ағамыз бәрі. Біз жалпы ол кісілер біздің бастау болып құрылғаннан ол кісілерден жаңағы біздер рұқсатты сұрап алдым деп айтқан негізінде бір кісілер. Кім? Алпамыс па? Жоқ, біздер сол басында Алпамыс рұқсат сұрап алдым деп айтты ғой, Айған апалардан. Алпамыс, яғни ол кезде сендердің продюсерлерің? Продюсер дегенде жетекші ретінде ме? Жетекші ретінде деп айтуға болады, бірақ продюсерлік еткен жоқ. Өйткені продюсер дегеніміз біздің түсінігіміз мүмкін басқаша шығар. Продюсер деген келісім шартпен ондай болған жоқ, иә? Жоқ, ондай ешқандай жоқ. Түсінікті. Иә, біздер мысалы алғашқы өзіміздің костюмдеріміз өзіміздің қаражатқа тігілді, музыкамыз өзіміздің қаражатқа жазылды дегеннен кейін продюсердің жұмысы ғой негізі, продюсер деп біздер сондай ұғым. Бірақ біраз сабақ алдық, Алпамыз біраз сабаққа үйретті. Сол атауды алып берді сендерге? Иә, біздер сол Димаштың концертінен кейін келесі күні бізде түнгі студия бағдарламасына түсірілімге бардық, музыкалық нөмір ретінде тек қана. Содан кейін өзіміз әйтеуір выступленияларымыз пайда болып, жаңағыдай. Бастау деген атпен шыға бастадыңдар. Бастау деген атпен шыға бастадық. Клиптер түсіріле бастады, иә? Жоқ, клиптер түсірілген жоқ. Бізде сол үшін Темірлан мен Ернат болып кетті. Бізде клип түсірілген жоқ, ол кезде ешқандай клип болған жоқ. Екі күйіміз бар, бір костюміміз бар, жүргенбіз ғой. Иә, екі күйіміз болды. Сөзін ашығы керек қой енді. Біз екі күй болды, жаңағы оның екеуі де, біреуі жаңағы Олжас Сүлейменов ағамыздың шығармасы Евразия деген. Ол кісі бізге рұқсатын сұрап алды да ол кісіден. Екіншісі өзіміздің авторлық күйіміз бастау деген кешегі. Оны кім жазды? Сен жаздың ба? Мен жазған күйім, колледж кезінде жазған күйім. Бірақ Ерлан жаңағы Бекчурин ағамыз аранжировка жасап өңдеп берген. Сол осы екі күй бар, бір костюм бар. Сонымен 2 жылдай жүрдік. 1,5 жыл, 2 жылдай. Енді даму болмағаннан кейін тобымызда дуэтте ешқандай даму жоқ, алға деген қозғалыс болмағаннан кейін қозғалғымыз келеді, бірақ қаражат жоқ деген сияқты. Қолдау жоқ. Иә, содан кейін Темірлан Ернат болып ауыстық деген сияқты. Темірлан Ернат деген атау болып ауыстық. Бір жағдайлар болып.
яғни продюсер жаңа алпамыспен жұмыс тоқтаттыңдар. Иә, сол Жұмыс тоқтатқаннан кейін бастау деген атты алып қойды ма, әлде қалай болды, түсінбей қалдым. Алпамыс бізге бір ауыз сөзін айтты. Бастау деген ат ресми түрде ресми түрде нотариус арқылы жасатып қойдым деді. Сендердің құқықтарың жоқ деп біз айттық, жақсы дедік онда. Өзіміздің жаңағы содан кейін біз де екеуміз де андай сына бастадық, қандай топ боламыз деп. Уже жаңа ар жағынан приколдар кетті, самғау болайық деп. Арнау болайық. Сосын жоқ, жарайды, қазір уже бастаудан кейін екінші ат кішкене дұрыс емес болады деп. Тен туай жаңа яғни өзіміздің Райым Артур енді шығып атты ғой. Темірлан Ернат. Қыдыраймен Қарақат. Иә. Темірлан Ернат деп көп ойланған жоқ шынымен керек. Сол Темірлан Ернат деп қойғаннан бастап. Қазір жақсы болды, өзіміздің атымызбен айтады. Иә, ешкім келіп менің атым деп әкетіп қалмайды. Көбінесе группа болғаннан кейін общий меломен дейді да, жігіттердің атын әртүрлі ғой. Мысалы, болмаса бастау дейді да, қайсың Ернат, қайсың Темірлан деген сияқты. Қазір енді шүкір. Иә, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, иә. Бұлда тұрған ештеңе жоқ қой, жалпы. Ең басты сендердің өнерлерің ғой, екеуің барсыңдар, топтың түрі өзгерген жоқ. Енді ондай шоу-бизнесте, өнер әлемінде ондай көп жағдайлар болған, неше түрлі танымал топтардың аттарын алып қойып, музыкасын, әндерін алып қойғанда жағдайлар болған. Бірақ енді сендердің туындыларың өздеріңде, домбыраларың өздеріңде, өз есімдерің бар. Біздің жаңағы өзіміздің музыкамыз өзімізде, авторлық құқығымыз бәрі. Енді өздерің жасатсаңдар. Кейбір әлі күнге шейін барамыз ғой, енді бір шараларға қатысқан кезде министрліктерден де бастау тобына деп жаңағыдай грант алып кетті. Енді бастау деп айтқан қазіргі күнге мысалы бізді бастау деп хабарлайды көп жерлерде. Бастау деген кезде де біздер қарсылық білдірмейміз, жоқ, біздер бастау емеспіз деп жаңағыдай. Иә, бастау десе біз солай ғой, оған баста Ака Нагана деген бар ғой. Сол сияқты ғой шынымен. Бастау Ака Тивай Темірлан Ернат деген. Бірақ домбырамен келмейді. Енді сендер таза қазақша нұсқасысыңдар да. Осы жерде тағы бір нәрсе, қызық нәрсе сұрай кетейін. Топтың көп композициясын Темірлан сен жазасың, менің білуімше? Көп 80% деп айтсам. Өзің авторсың ғой. Жарайсың, өзің бұрыннан жазасың ғой сонда музыкалар, композиция жасасың. Негізі бұрыннан жазам деген жаңа бастау ғой, ең алғашқы күйім. Колледжде жазған. Осыдан 2013 жылы жазылған күй. 13 ба? Иә, 13 жылы жазылған күй. Бастау ол басында шабыт деп аталатын. Оның клипі де бар ютубта негізі. Баянауылда түсірілген. Өзім жаңағы студентпін ғой енді ол кезде. Жаңағы арман қуалап, бай клип түсірейік тауда деп сөйтіп клип түсірілген. Шабыт деген күй. Содан кейін Астанаға келіп, жаңағы топ болып құрылғаннан кейін сосын жаңа Ерлан Бекчурин деп айтып кеттік. Ағамыз сол сұрап, қандай күйлерің бар деген кезде. Бұрынғы күйлердің бәрін ақтарып шығарып, осындай күйіміз бар деп. Сосын осы шабытты жаңадан өңдеп, жаңа аранжировкасын жасап, бастау деп өзгерттік. Ребрендинг дейміз ғой енді. Топтың да аты бастау болды ол кезде. Содан кейін күйімізді, ең алғашқы күйіміз топтың бастау болсын деп. Өзімізге мақсат қойдық. Қазақтың дәстүрлі күйлерін эстрадаға неге салмай, қаз қалпында олар тұра берсін. Өзіміз шығармашылықпен айналысайық, өзіміз күй шығарайық. Яғни Құрманғазының күйін, Нұрғизат Лендиевтің күйлерін сендер аранжировкаға араластырмайсыңдар. Ал өздерің шығарған композицияны оны кәдімгідей жаңағы басқа аспаптармен араластырып шығара бересіңдер. Иә, кеше концертте байқадым мен оны. Бірақ енді Адай болды концертте, эстрадный. Ол бірақ енді Адай шығып жүр ғой. Адай ол бізге дейінді шығып. Негізі сол Димашпен бірге шетелдік бүкіл қазіргі Stranger турында біз тартамыз ғой сол Адайды. Үшеуміз бірге біргіп домбыраны сол Адай тартамыз. Сол қауымда сол шығарып. Сол себепті. Адай деген күйге айтайын. Жоқ, айтайын. Басқа жерге айтып кетейін деп отыр екен. Кеше 2 рет орындадыңдар. Кім Адай? Мен Адай. Сен Адайсың ба өзің? Сосын басында кеше концертке енді ақылдасамыз ғой, жүргізуші өзіміз болдық кішкене. Біздер көбінесе сахнада 2-3 күйіміз тартамыз, шығармамыз тартамыз, пакет береміз да шығып кете береміз. Халықпен андай контакт жоқ, негізі сол керек екен бізге.
сол керек екенін білеміз, бірақ кейбір концерттерде мысалы қандай ғой, әншілер микрофонмен ән айтып тұрады да, жақсы рахмет дегеннің өзі уже контакт халықпен. А біз мысалы былай домбыра тартып отырып, домбыра микрофон бүйтіп алып жаңағыдай ыңғайсыз да бізге, сол себепті де поклонымыз жасап кетіп қаламыз. Контакт жаңағы халықпен байланыс жоқ былай. Ал өзіміз негізі айта аламыз, сөйлей аламыз. Иә, жақсы, жаман емес, солай үйренесіңдер ғой. Сендерді еш нәрсе емес қой, қобыз тартатындарды ойлаңдар мысалға. Олар тіпті қиын. Темірлан, сен көп айта бермейсің, нағашы атаң туралы бір қызық мәлімет бар. Бізге айтып өтсең, егер құпия болмаса. Құпия емес әрине де. Жаңа айтып шет жағасын айттым. Естай Беркенбаев, нағашы, өзім жиен шөпшегі болып келем. Үшінші ұрпағынан тараған ғой. Осыдан 5 жыл бұрын Естай атамыздың 150 жылдығы тойланды. Соған арнайы біз өзіміз шақырды топ ретінде. Құдай қаласа биыл, яғни осы 22-ші шілде осы 155 жылдығын тойлайын деп жатыр. Оған да шақыртып беріп. Бұйырса барамыз, машық болса. Негізі атамыздың тойы қазір жақсы тойланып жатыр. Осы біздің Екібастұзда Ақкөл деген ауылды мекенде кәдімгі киіз үйлер тігіліп үлкен жаңағы той болады. Жаңағы ат бәйге болады, ол жерде жаңағы жақсы енді. Сол бір қосып айта кетейін деген ғой. Сол сөйтсем кезінде Естай атамыз өмірдің соңына қарай осы өнерім, текті өнерін мен женіме жұғады деп айтып кеткен екен. Ондай да әңгіме болған ба? Деп айтып жатыр ғой. Өз аузымен, өзінің балдарына. Ауыз дуалы кісі енді тегін адам емес қой. Сол өнер саған атаңнан дарып отыр ғой, нағашыларыңнан енді. Енді үйдегілердің бәрі сөйтіп айтады. Сол атаңнан келіп отыр ғой деп. Былай енді өзім де әжем де ән айтады. Негізі слухы бар. Сол енді білмеймін. Атамның әудемейтін қазығы жоқ, өнерден алыс емеспіз ғой жалпы. Жалпы сондай. Бірақ үйде әке-шешеміз өнерден алыстау. Қандай салада әке-шешелерің? Сол мен әкем агроном, анам фармацевт. Ернат сеніңше ата-анаң? Мен мама математик, енуді сабақ береді. Математик. Папам физик болған, жеке шаруамен айналысады. Есептейсің? Мұғалімдердің баласымыз ғой негізі. Мықты. Екеуіңде интернетте оқыдыңдар ма, әлде сен ғана интернетте? Мен Астанада интернетте оқыдым. Мен 4-ші сыныптан бастап интернат. 2005 жылы бізде интернат ашылды Павлодарда. Жаңағы спец мектеп дейміз ғой. 2005 ашылып, біздер бірінші түлек болып сол жерге. Бірінші жаңағы поток дейміз ғой, бірінші. Экспериментпіз ғой. Побочный эффектіміз ақ қойшы. Сөйтіп 2005 жылы түскен, 4-ші сыныпқа сол жерден оқып, колледж, әріман қарай осы Қазақ ұлттық өнер университетінде. Интернетте оқыдық деп өкінбейсіңдер ма қазір? Жоқ, күшті ғой интернет негізі. Тәртіп. Жоқ, сен 9-шы класста келдің ғой интернатқа, сен бала кезден. Музыкальный школада оқыдым мен. Интернат үйде тұрған ғой интернат негізінде. Интернатта біздер 4-ші класста шыны керек, жылайтынбыз бәріміз. Үйді сағынып па? Иә, кішкентаймыз ғой енді. Мен еще ерте барған ғой мектепке. 5,5 жасымда мектепке бардым. Жаңағы енді ұялас жігітсің ғой, сонда да жаңағы жастықпен тығылып көрсетпей, бірақ енді өскеннен кейін енді әңгіме айтып жігіттермен сұраған кезде, оказывается, бәрі жылаған екен ғой соны. Сыныптастарың ма? Айтпағым ба? До конца шыдаған ғой бәрі. Өкінбейміз, бірақ бір балалық шағым басқаша бір андай компьютерлық ойындар болған жоқ, мысалы біздер максимум. Біздің жаңа балалық шақ сол домбырамен өтті ғой, домбыра, фортепиано. Осы Counter-Strike деген ойын бар ғой, кезінде вообще ойнамағанбыз ғой. Қазір ойнай алмайсыңдар. Карантинда бар ғой, соны бәрін қайтарып. Үйреніп алдыңдар ма? Ақысын шығарып алдыңдар ма? Ақысын қайтарып. Өздерің үйрене алмадық, бірақ кәдімгідей. Ол менде де ондай проблема бар. Мен де сондай. Оқығанымда мен де қазір компьютер ойнайық, бір карта ойнайық десем мен ойнай алмаймын. Өткізіп алғанбыз ол уақыт. Сол уақыт өткізіп алғаннан кейін. Өздерің балаларыңды интернатқа берер ме едіңдер? Мен жоқ, бермейтін. Неге? Өзім оқығаннан кейін шығармын. Қиын болады деп ойлайсың ба? Қазіргі жастарға қиын сияқты меніңше интернатта. Қазір заман басқаша ғой бәрібір. Біздің кезімізде ол кезде андай жаңа iPhone, телефон, камера дегендер жоқ қой. Біз просто жаңа паспорт деген бір телефон болатын еді ғой, бір камерасы жоқ, ештеңе жоқ. Сондай телефон болды ғой, Siemens деген. Ол кезде мен оқуға түскен жол таксофон болды мен. Карточкамен звондайтынбыз үйге аптасына бір рет. Ол деген тез кетіп қалады. Иә, еще тез кетіп қалады. Сондай болды ғой.
мен үлкен адамдар құсап айтып жатқан жоқ, қанша жыл өтіп кетті ғой, 20 жылдай болып қалды ғой. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген бір сұхбаттарында Қазақстанда үлкен зал жинағанша шетелде үлкен аудитория жинаған жеңілірек деген екенсіңдер. Шетелде сендерді сонда көбірек бағалайды деген сөз ба, әлде бұл неден шыққан әңгіме? Осыны түсіндіріп өтсеңдер. Жаңа концерт туралы айттық қой. Домбыра енді шетелде жалпы экзотика ғой. Олар үшін жаңалық. Жаңалық, әдемі звучание деген сияқты. Дыбысы. Дыбыс. Сол бәлкім сол қызық болғаннан кейін болар, халық келеді, жақсы түсінеді. Біз қолда бар алтын қадірі жоқ деген түсінік бар. Шынымен домбыра бұл жақта қатты бір қазіргі балдар симфонический оркестрлар бар, не просто оркестр, бейн оркестрлердің билеттері 30-35-40 мың теңгеде. Орын жоқ. Тез өтіп кетеді билет. Сол сияқты енді олар 10 күн бұрын қоя салады продажаны билеттің. 10 күнде жоқ болады мысалы. 3,5 мыңдық залдар. Біздер қойғымыз келді. Кешегі концерт өзін ақтаған жоқ. Шын ашығын айта берейік оны. Өзін ақтаған жоқ, бірақ ең максимальный қымбат билеттер 14.500-ден 3,5 мың аралығында. Бірақ сол арзан билеттердің бәрі өткенде ортасында партердің билеттері өтпей қалған ғой. Сонда біз әлі шейін өзіміздің домбыраның өнерді бір белгілі бір деңгейге шығару үшін қаражат керек қой. Сол қаражатқа байланысты билеттің бағасын қоясың, бірақ өкінішке орай ақталмайды. Бірақ енді біз қоямыз дегеннен бастап білдік, дайын болдық қой осыған. Халықтың әлі ондайға дайын емес екен. Жалпы домбыраға мысалы 15 мың теңге билет алу қымбат екен. Мүмкін сендерге ерте шығар. Білмеймін, мүмкін ол да кеше концертте өзіңіз көрдіңіз, 2 сағаттық концерттің, сөйтсем біздер бүгін кеше санап отырық қой. Қазіргі өзіміздің авторлық шығармалардың 40%-ын ғана ойнаған екенбіз. Әлі орындалмаған шығармалар көп та негізінде бізде. Сондай. Бізде халықты жалықтырмау мақсатында осындай кішігірім тәттіде нұсқа бір 1,5 сағатты концерт болды ғой бізде, 1:45 шамамен. Бірақ 60% өзіміздің авторлық шығармалар. Ерте деп жаңағы сұрағыңызға жауап беріп кетейік. Ерте деп ойламаймыз негізінде. Неге десеңіз, өйткені өзіміздің жаңағы бізден кейінгі шыққан домбырада емес, жалпы басқа да аспапта ойнап жүрген өзіміздің группаластарымыз да қазір зал жинап концерт беріп жүр. Бағжан класстасың ғой? Бағжан Октябрь. Октябрь, мысалы біздің виолончельмен қазір өте танымал, аудитория жинап жүр. Кеше ғана Турцияда, Анталияда, Стамбулда концерт беріп отыр өзің шетелде. Қалай қалып жатыр шетелде? Барып көру керек оны. Біздер білмейміз қалай екенін шыны керек. Бірақ Қазақстанда виолончель енді ол шетел, Европа үшін жаңалық емес, домбыра сияқты. Бізге Қазақстан үшін жаңалық болып тұр. Бізде жаңағы бізде бір жаңа айтып кететін біздің ойнайтын музыкамыз кавер болмағандықтан шығар деп ойлаймыз бір жағынан. Енді оның маркетингтік тұстары бар ғой бәрібір ана концерттерде. Олар шоу көрсетеді, видео көрсетеді, ана танымал музыкаларды ойнайды. Адамдар сол музыкаларды тыңдауға барады. Мен өзім де бардым билет сатып алып. Маған ұнады. Мысалға қызық өйткені енді ол танымал хиттер ғой, түріктің жаңағы шетелдің Ханс Циммер бар, Айтеки Наташ бар, әйгілі композиторлардың кинофильмдерге, сериалдарға жазған туындыларын жанды оркестр алдында орындап жатады. Енді бір домбырамен, 2 домбырамен оркестрді салыстыру әрине ол екі нәрсе. Мүмкін сендерге де үлкен оркестр құрып, сондай бір концерт жасау, симфониялық оркестр. Жаңа айтып отқан күздегі жоспарлап отқан концертіміз сол үлкен концерт, жаңағы оркестрмен ой бар, мақсат бар, Құдай қаласа деп отырмыз. Қазіргі таңда продюсерлерің жоқ, өздерің жұмыс істеп жүрсіңдер. Өзіміз. Демеушілерің де жоқ. 5 жыл болды өзіміздің. Ешқандай демеуші жоқ. Байқаулардан қаржы табасыңдар ма, жоқ әлде тек қана дипломмен шығарып сала ма? Дипломмен шығарып салады көбінде. Бірақ қаржы табатын сайыстарда бар. Бірақ ондай үлкен деп қаржы емес ол жерде. Ең үлкен тапқан осы байқаулардан тапқан табыстарың қанша? Айтпай ақ қойсыңдар болады, бірақ табыстың көлемі қанша? Қай байқау екенін айтпай ақ қойсыңдар болады. Немесе байқауда айтыңдар, білмеймін қайсысы. 2.000 доллар ма? 2.000 доллардан ғой, әрқайсымызға тапқан 4.000 доллар ғой. Ал байқауға бару, келу, шығын бәрі өздерінен ба? Осы айтып кету керек, осыған дейінгі, осы жылы қатысқан жаңа байқауымызға бізге көрсетті қолдауды. Жаңа жолымыз жататын жеріміз дегеніміз. Өзіміздің қазақ концерт. Өздерің жұмыс істейсіңдер. Жұмыс жасаймыз сол жерде. Осы 1 жыл болады жұмыс жасап жүргенімізге сол жерде. Ал оған дейінгі байқауларда жаңағы университеттің қабырғасында қатысып жүрген байқауларымыз Айман Қожабекқызы қолдау білдірді. Оның арасындағы өзіміздің барып жүрген байқаулар өзіміздің қаражатқа. Реті қалай келеді, солай болып жатыр. Сендер енді қазіргі таңда әлемдік сахналарда ұлттық өнерді дәріптеп жүрсіңдер деуге болады. Себебі домбыра, күй, қазақтың халық күйлері, композиторлардың күйлері, туындылары
бірақ өте қиын нәрсе, себебі домбыра ол жерде сендер жай ғана домбыраны ойнап кетпейсіңдер ғой, ол жерде техникалық райдер деген нәрсе бар, дыбыстың дұрыс шығуы деген бар. Оның үстіне сендер жаңағы аранжировкамен, басқа аспаптармен араластыратын болсаңдар, ол жерде тағы да қиындықтар туындауы мүмкін. Ондай мәселелерді шетелде қалай шешіп жүрсіңдер? Жалпы ондай қиындықтар шықпай ма алдарынан ол жаққа барған кезде? Енді өзіміздің елді айтпай ақ қойын. Райдеріміз бар, шынымен жібереміз. Қандай маркада, қандай не, ушной монитор деп айтамыз. Ол кісілер бізге қарағанда кішкене сауаттылау, шын айтқан кезде барлығын жасап береді. Өзіміздің елде кішкене Қиындау болып қалады. Жоқ, барлық жерде деп айтпаймыз. Өзіміздің елде де қазір дамып жатыр ғой. Енді үлкен концерттерде, мүмкін бюджеті жақсы концерттерде. Үлкен концерттерде енді ол сөзсіз болады ғой. Мысалы, біздер қазір жаңағы айтып отқан Димаштың концерттерінде, мысалы, Стрэнджерде біз барамыз, ол жерде ешқандай бізде не жоқ. Проблема жоқ. Сұрақ та жоқ. Сұрақ та жоқ. Әрқайсысы өз адам өз жұмысын біледі. Мысалы, біздің де кеше Астанада өткен концертіміздегі мысалға бізде де андай бәрі технический жағынан енді дайындалған, жалпы дайындалдық. Келдік, жаңағы құлаққабымызды кидік, домбырамызды қостық. Содан кейін барып жаңағы саундчек дейміз ғой, жалпы аспаптарды жаңағы әрқайсысын тексеріп дайындалып, ол жаңа үлкен командалық жұмыс қой негізінде. Бізде сол команданың енді құрылып жатқаны кеше өзімізге белгілі болды да, өзімізге әлі де жинау керек екенбіз команданы. Бізде осы уақытқа дейін Асылбек еңсепов шығып жүр, Ұлытау шығып жүр. Сонда әлі де дұрыс жолға қойылмаған ба бұл нәрсе? Звукоснимательді айтып отырсыз ғой. Ол енді негізі бір ұжым болып па, бір проект ретінде жасалатын дүние негізі. Себебі қазіргі уақытқа дейін біздің звукоснимателімізді айтамыз, джек деп айтамыз ғой. Ол гитарный негізі. Гитараға арналып жасалған. Yamaha, AKG, Shure деген сияқты сол компаниялардың арнайлап гитараға жасалған нұсқасын біздер домбыраға салып жүрміз ғой. Кез келген қандай домбырашы бар қазір, электронды несі, джегі бар домбырашылардың кез келгенін сұрасаңыз, ол гитарный негізі. Мүмкін өздері түсінбей жүрген шығар, негізі ол гитарный. Жоқ, қазір енді ол мемлекеттік деңгейде ма бір сол зерттеп жасалатын зат, зерттеп жақсылап домбыра арнайлап шығарса деген негізі шыны. Себебі ол гитараның үнін бере алады негізі. Гитараға арналып жасалғаннан кейін. Бізге сол домбыраның үнін зерттеп, домбыраның звугын таза қаз қалпында шығарып беретіндей сондай жұмыс жасау керек негізі. Сазда бар түріктерде. Өздері акустически қалай тартылады, ол звучание, сол звучание, жаңағыдай электронды джек тоқтарын қоссаңда тура сол звукты береді да. Соған қызығып қарап отырамыз. Бізде домбырада ол әлі жоқ. Неге бұл мәселені ешкім осы уақытқа дейін көтермеген екен? Қызық маған. Бұл мәселе негізі өзіміз айтып жүрміз ғой осы күнге дейін. Осы бір қаражат бөлініп соған сол істі көңіл бөлінсе деген өзіміз айналысқымыз келеді, бірақ ол шынымен біздің негізі шынымен айтқан кезде арманымыз ғой. Бұйырса бір деңгейге жетіп, ел ағасы болатындай бір меценат болып, бір жағдайымыз күшті болған кезде біз сол үшін аямай шынымен ақшамызды құйып, соны жастарға, халыққа, ұрпаққа соны жасау керек негізі. Енді сендер қазір неше түрлі халықаралық үлкен жиындарда, байқауларда өнер көрсетіп жүрсіңдер ғой. Сол жерге әйгілі компаниялардың өкілдері келсе, неге солармен осы тақырып бойынша сөйлесіп көрмеске? Болды ма ондай талқыныстар әлде болмады ма? Болды, жаңа айтып тұрғанымыз біздің бұл айтқанда да олар қызықтыру үшін ол кісілерді бұл да тегін жасалмайды ғой негізінде. Спрос болу керек. Тираждамыз бір жылда 10 мың штук шығу керек болса, 10 мың штук біздер бір-ақ жыл ғана қамтамасыз етеміз да, онымен болды, спрос болмай қалуы мүмкін да. Өйткені Қазақстанда домбыраш деген сияқты. Енді біздің елімізде де жас өнертапқыштар, неше түрлі жастар бар ғой. Мүмкін олар осы сұхбатымызды көрсе ойланар. Бізге домбыраның үнін таза шығарып беретін не керек, не деп аталады өзі? Микрофон ғой, кәдімгі звукосниматель деп айтамыз енді аспаптық. Сол нәрсе керек. Гитараныкі бар, домбыраныкі жоқ, қобыздікі жоқ. Қобыздікін енді қазір ойлап тауып жасалып отыр. Кеше Олжастың, Құрманбек Олжас досымыз, ағамыз ғой. Ол жігіттермен сол үндестік тауып қазір соны зерттеп отыр ол да. Енді қобыз болғаннан кейін ол ұрмалы аспап емес қой. Смычковый инструмент деп айтамыз ғой. Оның звугы ұзындау, және мына жеріне қасына өзінің табиғи үнін шығарушы кішкентай микрофон салып сондай бір жасап отыр. Ал домбыраға ол кішкене мүлдем басқаша. Себебі қақпақтың звугы бар бізде, шектің звугы бар. Мына жерде тартқан кезде вибрация неміз бар, оның бәрі мына жерден қатты шығарсам, мына жерден басқа шығып сондай бір нелер бар енді. Сол үшін петличный микрофон қолданамыз кейбір кезде.
джек пен петличканы бірге қолданамыз. бәрібір бірақ бұл анау гитараның дыбысы сияқты таза дыбыс бермейді, әлі де Әлі ол үшін жұмыс істеу керек. бір андай өзіміздің құлағымызда андай қоршағанатындай бір әлі дыбыс келген жоқпыз. енді біздің елде осы домбыра күні қолға алынып домбыраға деген қазір ерекше көңіл бөлініп жатыр ғой. Қазір жақсы домбыраға деген Енді осының заманауи мәселелеріне шешу керек екен. Заман талабына сай домбыраны насихаттау үшін бізге оның техникасын шешу керек екен. Екінші мәселе домбыраға қатысты. Көп шу естіп жатамыз, әуе кемелері, ұшақтар домбыраны өткізбейді, қол жүкке жатқызбайды, болмаса осында қиындықтар туындайды деген. Екі сұрақ, сендер бұндай қиындықтармен кездесіп жүрсіңдер ме және қалай шешіп жүрсіңдер? Екіншісі, басқа шетелдік әуе компанияларында бұл мәселе қалай шешіледі? Біздер ең бірінші біздер ойдым сол тоғысқа айткен көп шығып жүрдік қой. Группа ретінде ашылғаннан бастап. Ол кезде БКР компаниясы, Скат, Флайерстан жаңадан ашылды, осы бір 5-6 жыл. Сол кісілермен сол кезде біздер шаршағанбыз уже. Айтып. Эйр Астанамен шыққымыз келеді тек қана. Эйр Астана өткізеді. кез келген аспапты өткізеді ғой Эйр Астана. Ну енді жаңағы домбыра болсын. Виолончель болмайды, габаритный. Гитара, домбыраны кіргізеді. Флайерстан мен Скат өткізбейді. Қазақ Эйр өткізбейді. Ал егер Эйр Астана ұшпайтын қалаларға сендер не істейсіңдер онымен? Организаторлар алады, бірақ жаңағыдай 15-20 мың теңгеміз артық алып барамыз өзіміз. Амал жоқ қой енді не істейміз. Соған барып сол жақта кассадан төлеп ақшасын. Болмаса былай істеуге болады деді олар, домбыраға отдельно орын алдырды. Багаждан емес, самолеттің ұшақтан. Адамның отыратын орны алады. Сол адамның отыратын билетімен тең бір бағада, сол тағы да бір орын алады. Түркістанға постоянно біз солай алдыртамыз болмаса. Түркістанға сол не ұшады, Флайерстанға ұшады, негізі Астанадан. Сол үшін екі адам төрт орын аламыз, бірақ ана домбыраның сол полкасын сияды ғой, кішкентай инструмент қой. 4 орында жатып барамыз. Шынымен 4 орын аламыз, екеуміз барсақ. Ал шетелдік әуе компанияларында бұл мәселе қалай? Ол жақта да бар ма ондай проблемалар? Осы жақында ғана болды, бізде осы Казань арқылы ұшқанбыз Ереванға. Сол Казаньда бізді жаңағы Астанадан Казань жаңағы айтып кеткен Казань транзитный ұшақ болды да, бір ұшақ, негізі просто бір компанияның ұшағы ғой. Багажымыз тапсырылып қойған, бірақ қол жүкте домбыра бар. Астанадан өткізді. Казаньдан түсіп, регистрация өтіп, қайтадан самолетке отырайын деп жатсақ, біз сол жақтағы кісілер өткізбейміз, домбырамен болмайды деп, рейстен шешіп тастады. Домбыра, екі домбыра, қобыз жаңағы, олжас ішеміз солай. Рейстен қалдық, сөйтіп жаңағы келесі күнгі рейспен... Су алмаймыз, тамақ алмаймыз, сондай. Қоя тұрыңдар, рейске, яғни қол жүкпен кіргізбейміз дейді. Кіргізбейміз дейді. Инструмент қой, қол жүк болады. Қол жүкпен болады, бірақ... Инструментті кіргізбейміз. Ал оны қалай өткізіңдер? Тек багажға өткізіңдер дей ма? Жоқ, бұған тағы да орын алыңдар төлеп дейді. Хотя біз билет алынып қойған уже. Транзитный рейстер бір билет аласың, сол билеттен өзің баратын жеріне. Соның аялдамаға шейін барасың ғой. Бұлар тағы да билет алыңдар дейді домбыраға. Мен ойымша қазіргі жағдай қарасы бір политический не сияқты. Астанадан аман-есен шығып тұр ғой сол представительдер, сол компанияның адамдарына. Жоқ, ол бізге басқаша түсіндірді ғой оны. Бізге былай айтты, бұл жаңа біздің ұшқан авиакомпания. Бұл қандай авиакомпания? Red, есімде жоқ, Red Wings па, сондай бір. Red Wings па. Ол да сол Скатпен шамалас бір авиакомпания ғой. Ну, Флайерстан сияқты бір сондай. Сондай деңгейдегі авиакомпания деді, сондықтан олар әр нәрсеге ақша алғылар келеді деді. Біздер енді жарайды, ақшасын төлейік қазір десек, біздің жаңағы өзіміздің картамыз төленбейді, өтпейді. Ол жақта өтпейді. Ол жақта өтпейді. Сосын қалдық рейстен. Домбырамыз құшақтап қалдық. Жалпы енді басқа шетелге барып жүргенде ондай ешқандай Turkish мысалы түріктердің авиалинияларында Turkish Airlines'та ондай ешқандай проблема жоқ. Turkish Etihad бар, Lufthansa бар деген сияқты. Олар ешқандай да сұрақсыз өткізе береді. Өткізе береді, яғни лоукостерлер мен арзан компаниялардың мәселелері ғой. Олар айтады, біздің авиакомпанияның осындай өзінің несі бар, жаңағы қалай айтамыз? Ұстанатын, правиласын. Сол себепте өткізбейміз деп айтады болды сонымен. Соңғы уақытта енді бірақ көп талқыланып жүр ғой ол мәселе. Домбыраны неге өткізбейді деген сияқты. Қазір соны сұрамаймыз да, шаршап кеткенбіз ғой. Ақшасын төлеп кете бересің. Ақшасын төлеп кете береміз. Әңгіме керек емес ол. Қанша құлағымыз ауырады оны айтса. Оны біздің уровеньде шешілетін зат емес та, бұл біздің деңгейдегі шешілген. Енді сендер қазір тіпті ел ішіндегі Флайерстан шешкенмен де
бәрібір жаңағыдай Қазанға барсаңдар, басқа қалаға барсаңдар, бәрібір де сол мәселе шығайын деп тұр бұл жерде. Онда басқа оған рұқсат беретін әуе компаниялармен ұшу керек шығар, соларға билет алу керек. Сондай әуе компаниямен ұшамыз да өзіміз сол үшін де ол бізде. негізі сол осы бірінші рет қой, неде шетелге шығып тұрған. Осы жақында ғой, осы жылы. Бірінші рет қана сондай. 2 ай бұрын. Оған дейін біздер енді 10 жыл болды шетелде жүргенімізге. Ешқашан ондай бір не болмаған. Осы жақында ғана сондай бір шетелде болай, оған дейін болмаған негізінде. Түсінікті. Ал енді табыс жағы қалай болып жатыр? Сендер жаңа айтып отырсыңдар, концертті өз ақшамызға істедік. Демеушіміз жоқ, продюсеріміз жоқ деп отырсыңдар. Тойға шығып табыс табасыңдар ма? Концерттен табыс табасыңдар ма? Ол жүру тураларың, өмір сүрулеріңе қалай, қаржы мәселесін қалай шешіп жатсыңдар? Қаржы мәселесі. Аранжировка жаздыру, клип түсіру, ол да аз ақша емес, киім тіктіру керек. Аллаға шүкір. Бәрі енді шүкір, концерттерден табамыз. Концерттерге шығамыз, жаңа айтып жатырмыз, шетелге көп шығамыз деп, шетелге шақырғанда да біз тегін шақырмайды. Негізі алдында да өзіміз қалжыңдасып айтатынбыз ғой. Шетелге шақырған бізге негізі тиімдірек деп, өйткені ол жақта біздер доллармен төлейміз ма? Көбірек табамыз деген сияқты. Евромен төлейміз. Евромен төлейміз. Европаға барсақ деген сияқты. Енді өзіміздің осы концертті өзіміздің шығынға, өзіміздің ақшаға жасалған дүние болғандықтан, қазір мысалға ақшаны санап үйрендік өзіміз. Осыған дейін тапқан табысымыз былай байқалмайтын. Шеті көрінбейтін шынымен. Қазір ақшаны тапсақ, жинап, осы концертіміз бар еді, осы концертке ақша жинайық деп. Біз осы концертке мысалы 2-3 ай бұрын ақша жинап бастадық деген сияқты. Сондай мәселе. Енді Аллаға шүкір, жақсы ойдағыдай, ешқандай да бір халық келді ең бастысы, халықтың көңілінен шықты деген. Табыс тек концерттен ба, сендерде тойдан таппайсыңдар ма? Соңғы 3 жыл тойдан 3-4 жылдай болды. 2019 басынан бастап. Басында 2017-2018 жылдар біз тойға шығатынбыз. Тойға шыққанда басында енді 100 мың, 150 мың, әрі кетсе 200 мың сондай болатын бағамыз. Содан кейін өзіміз ғой деген әңгімемен енді сонда 10 мың теңгеден рахмет берді. Мәссаған. Қоя қойық деді. Бір болды, бір соңғы содан кейін. Тойға шыққандарың үшін 10 мың теңге берді ма? Енді жаңағыдай ағайын туыспыз, доспыз, жарамыз деген сияқты сондай. Бәріміз сұраса берсек бір-бірімізге туыспыз. Таксилеріңе жетті ме әлде өзі? Таксиге қарыз алып қайттыңдар. Таксиге қосып істеді. Одан кейін өзімізге бір сол кезде бір қатты ренжігенбіз негізі өзіміз үшін. Айтқанбыз, бірімізге уәде бергенбіз. Осыдан кейін осы тойды қоя қойып, өзіміздің қадірімізді, өзіміздің кетіріп жатырмыз деп. Кетіріп жатыр, жоғалтып жатырмыз деп. Одан әрі басқа бағытта жұмыс жасап көрейік деп. Соның арқасында өзіміздің домбыраның күй поп қой негізі, сол поп өзіміздің жаңа жаңыр шықты негізі. Біз Қазақстанда біздің жаңа путь, әлем, тренд сияқты инструменталдық жаңа жанр өзіміз ойлап тапқан сияқты. Негізі бірақ бізден кейінгі қазір шығып жатқан топтар көп қой, жалпы топтары да емес, жаңағы жеке шығып жатқандар, домбыра ұстап жүргендер көп қой. Адай деген трио шығып жатыр қазір інілеріміз жазып тұрады бізге. Қалай бұл жағы, қалай бұл осылай екен ғой деп. Өздерің өткен жақсы да кейбір әр заттан. Бізге де мысалға жол көрсетіп, осылай жүресіңдер деп ешкім айтқан жоқ қой. Бізде, хотя біздің әлі жолымыз алда деп ойлаймыз біздер. Енді. Тойға шығу сонда принцип түрде өздерің қойып қойдыңдар ма, жоқ әлде бағаларын көтеріп қойдыңдар ма? Бағамыз көтеріп қойды, бағамыз көтеріп. Енді қазір тойға шақырса қаншаға шақырады сендерді? Тойға шақыратын болса 1 миллион ең минимальный бағамыз. А концертке шақыратын болса? 1 миллион тоже. Минимальный. 10 мың теңге беріп тартып кетер жас деген. Ол біз өзімізге ғана кететін ақша емес қой, жаңа айтып кеткенім, жаңағы режиссерға кетеді, музыкаға кетеді, аранжировкаға кетеді. Иә. Бірақ өткенде бізде сендерге дейін қонақта болған Мөлдір Мұханова домбырамен өнер көрсететіндер өнерпаздарға қатты сұраныс жоқ деді. Маған керісінше көрінеді. Керісінше қазір аспапта ойнайтын ұлттық өнерге деген қызығушылық сондай халықтың ықыласы ерекше сияқты. Біздің жаңағы көзқарасымыз өзіміздің қазақтың домбырасы ұшаққа да кіре алмай жатыр, қолда бардың алтын қадірі жоқ деген. Дәстүрлі әншілеріміз болсын, күйшілеріміз болсын, біздің ақша деп айтып жатырық қой, шынымен ол бағаланбайды да. 10-15 мың, 20 мың теңгенің айналасында жүрген дүние болғандықтан ол қалай біздер миллионға шығуымыз керек деген сияқты. Түсінік жоқ та, сондай бір түсіне алмайды да адамдар. Айтамыз ол көптеген еңбек жұмыстар жасалып жатыр, сол үшін ол сондай тұру керек. Жалпы дәстүрлі өнеріміз негізі қандай елге барсаңыз да
классикалық өнерден биік ұсталып тұратын дүние негізі. Дәстүрлі Классикалық өнер болса, одан да жоғары, 2 саты жоғары дәстүрлі өнер. Жаңағы күйі болсын, жыры болсын, дастаны болсын. Соған негізі ренжиміз негізі. Біз ғана емес қой, ол жерде көптеген өнерпаздар бар. Жаңағыдай интернатында оқиды, колледждің, университеттің барлығын оқып, тоқып алады да 130-140 мың теңге оркестрге барып таңертең кешке дейін отырады. Сол бізді қатты негізі қажайды негізі. Ренжиміз сол үшін негізі. Неге ол біздің дәстүрлі өнер солай бағаланады деген сияқты. Сендер өздеріңде сол қазақ концерттік бірлестігінде жұмыс істейсіңдер. Солистпіз сол жерде қазақ концерт. Жалақыларың құпия болмаса 179 мың теңге болды. Иә, ровно итог көтерді осы соңғы 2 айда. Себебі өйткені бізде жаңағы лауреатстволарымыз бар ғой. Оған дейін 112 мың теңге алдым. Дарын сыйлығы бар деген соның бәрі қосылып, профессионализм деген қосылып, надбавка деген сияқтымен 180 мың теңге алып жасап берді. Қызық енді. 79 мың 820 теңге. жақсы екен айлықтары. Сол дәстүрлі өнердің жалпы қазақтың домбырасын, жетігені бар, қобызын арқалап жүрген барлық өнерпаздарын негізі жалпы қолдау ғой. Негізі шыны керек. Жақсылап қолдаса, халық соны түсінсе, келіп құдалыққа кетіп, баян мен домбыра ән айтып кете салу деген бір түсінікті жою керек шынымен. Олар жақсы бағалану керек. Пандемия кезінде бүткіл әлем үйінде отырды ғой. Сол кезде мен оқыдым Ұлыбританияда ма, сол Европада бір мемлекетте бүткіл музыканттардың бәрі жұмыссыз қалды ғой, енді концерттің бәрі тоқтады. Олардың барлығына мемлекет кәдімгідей ақша төледі. 42.500. Үйде жоқ 42.500 емес, 42.500 емес. Өте жақсы қаражат төледі. Мен осы тұста сұрағым келеді. Сендер ол жақтың осындай инструментті ойнайтын өнерпаздармен араласасыңдар ма, сұрайсыңдар ма, олардың табатын табыстары қанша екен, олардың жалақысы қандай екен? Білесіңдер ма? Негізі біздер әр мемлекетке барған кезде танысамыз ғой сол жердегі жаңағы қыздармен, жігіттермен. Әртүрлі. Орташа жалақы шамамен. Мысалға біз алдында соңғы Италияға барған кезде қанша аламыз еді олар? 15 мың алады, 20 мың евро алады ол. Солай бағаланып. Оркестрдағы Жоқ, оркестр емес, ол жаңағы өздері солист ретінде. Жоқ, оркестрларын 7 мың 8, 10 мың евро айналады оркестранттар. Айына 5 миллион теңге бар. Ол біздің ұлттық оркестрдің жаңағыдай 700-800 мың теңге берсе, ол ешқайда бармайды ғой, ол сол жақта 20 мың теңгеге күй тартпайды, барып құдалықта жүрмейді ол деген сияқты. Неге домбыраға бардым, скрипкаға баруым керек еді деген ойлар кетпеді ма? Менде болды. Қай уақытта болды? Сол біздер өзіміз группа болып құрылып, сол кезде бізде просто ортақ әңгіме болған соған. Қазақ домбырасы жаңағы шетелде осындай, бізде мынандай деп жаңағы ренжіген уақытта қасымызда құрдастарымыз бар ғой, скрипач жігіттер бар мысалы. Сол айтамыз, әттең виолончелист деген сияқты мысалы. Осындай инструмент болған кезде Астана операда 500-700 мың миллионға дейін алатын инструменталисттер бар. Симфонический оркестрда істейді. Айлықтар жақсы, бәрі жақсы да. Қазақ оркестріне барасың 140-150 мың 170 мың. Енді 25 жыл оқыған стажы бар ағамыз 250 мың теңге алатын шығар деген сияқты ғой. Сол кезде қарнымыз ашитын қатты. Қалай ол? Қалай түсіндіруге болады оны? Бірақ қазір соңғы кезде айтатынымыз андай ғой, қойшы ақшаны санай бермей қойықшы деп. Сүйіп жасаймыз ғой бұл істі, домбыраны мысалы жақсы көріп тартамыз. Соның арқасында деп ойлаймыз да, көп заттың болып жатқаны, жолымыз ашылып жатқаны мүмкін. Әйтпесе концерт қою енді домбырашыларға жалпы қиын бұндай концерт беру. Екі домбырашыға жаңағы бэндпен жанды дыбыста былай білмеймін, қиындау шамалы өз күштермен жасау. Эйр Астанада сендердің Эйр Астана әуе компаниясында сендердің композицияларың ойнап жүр қазіргі таңда. Сендерге жақсы гонорар төледі ма? Бұл қалай жүзеге асты? 4 жыл болды. 4 жыл болды. Ең алғашында біздер жаңа өзіміздің арманымыз болатын ұшақтарда өзіміздің тегін алсаңыздар да деп басында. Басында солай ұсынған болатынбыз негізі өзіміздің бірінші күй таспамызды жаңағы көп емес 4-5 шығармадан тұратын. Олар іріктеп өздеріне бір 2 шығарма алды сол кезде. Қателеспесем 2 шығарма алды. Бірінші экранға шықты ғой бірінші. Иә, жаңағы өздерінің бортындағы. Содан кейін біздер оны көріп, қуанып, жаңағы Инстаграмнан отметка келіп, жақсы деп. Содан кейін келесі екінші күй таспаны олар өздері бізге жазды. Өздерінде не бар екен? Рейтинг. Отырған адамдар жаңағы отырса, тыңдалуы. Соған өздері анализ жасап, бізге хабарласып, сенің шығармалардың күйлерің жаңағы көп тыңдалым болып жатыр. Ұшақтарда қандай тағы шығармаларым бар дейді.
тағы да жібердік. Екіншісі, содан кейін біз енді уже бізде сұрай бастадық, қалай болады бұл жағы деп. Төлене ма? Иә, төлене ма деп. Содан екіншісіне төледі. Содан үшіншісін өздері арнайы хабарласып тапсырыспен жаздырды. Құпия болмаса қанша төледі? Жақсы төледі ма? Жақсы төледі, иә. Айта алмаймыз. Құпия. Коммерциялық құпия. Иә, коммерциялық құпия бізде. Демек, бұл сондай бір жемісті жұмыс болды ғой Астанамен, иә? Әлі де жұмыс жасаймыз деп үміттенесіңдер. Негізі, иә, үміттенеміз. Жұмыс жасаймыз әлі де. Осымен тоқтаған жоқпыз. Енді алдағы уақыттағы мақсаттарың, жоспарларың қандай? Тағы да байқауларға қатыса бересіңдер ма? Тағы да қандай байқаулар бұйыртса алдағы уақытта күтіп тұр сендерді? Ертең жалпы Димаш бауырымыз, досымыздың Малайзияға жол жүріп бара жатыр концертпен. Сол Stranger атты турнесінің аясында болып жатқан концерттер ғой. Соған барып келеміз, одан кейін конкурсты әзірше тоқтата тұрайық деген. Конкурсты әзірге қоямыз. Неге? Қазір сол концерттің осы өзіміздің қалаларды аралап концерт берсек деген ойымыз бар, жалпы Қазақстанды аралап. Осыған біз карантинға дейін негізі Ақтөбе облысында 18 концерт бердік. 6 күн ішінде. 6 күнде. Күнде 2-3 концерттен райондарды, ауылдарды аралап бәрін. Оған Павлодарда бердік, 2000 жылы бердік. Сол уақытта. Сол бір уақыт, бір жылдың ішінде сол Павлодарда да, Павлодардың өзінде, Ақсуда, райондарында аралап. Алматы облысында, Қарағанды облысын араладық деген сияқты. Иә, бірақ ол кезде басқа форматта біздің концерттер болды. Мысалы, Астанадағыдай емес. Сол Астанадағыдай жанды дыбыста бүкіл қалаларды аралайық деген мақсатымыз бар күзде. Бұйырса. Отбасылысың, балаң бар? Иә. Жасырмайсың? Жасырмаймын, ашық. Ернат бойдақ. Бұйыртса тойға барамыз. Деп отырмыз. Аманшылық болса шақырамыз. Жұбайың өнер адамы ма, жоқ әлде? Жоқ, өнер адам емес. Қазақ телекомда жұмыс жасаған. Үйде интернет бар. Ең басында интернет шешілген дейсің ғой. Сол өнерден емес, енді сол үшін түсінеді ғой өзіңді. Түсінеді, қолдайды. Негізі сол үйдегі Ең бастысы сол. Көп үйде болмайсың, гастрольдесің деген. Ол сол түсінеді, негізі ең бастысы сол ғой. Біз үшін мысалы маған ең бірінші ол үйдегі енді әйелімнің түсінуі мені жалпы жұмысымды. Үйленер алдында да айттым. Ол біліп шықты. Бірақ соның өзінде үйде болып жатсам, қалаға келсем, отбасымен көп уақыт өткізуге тырысам. Қыдырамыз бірге. Сол жақсы бәрі. Домбырадан басқа, өнерден басқа хоббиларың бар ма? Немен айналысасыңдар, не істейсіңдер? Жаңа айтып жатсыңдар, нені үйреніп, Counter Strike үйреніпсіңдер. Тағы да не істейсіңдер? Counter Strike сол карантин қалай бітті сонымен қалды ма? Иә. Хобби негізі сол, білмеймін, музыка жазу, домбыра болып тұр. Бірақ өткенде екеуміз ақылдасып садақ атуды үйренуімізге жүр негізі. Садаққа баруымызға жүр, сол хобби ретінде соны қолға алсақ дейміз. Осы жыл енді тек қана жұмыс болды ғой бізде. Әлі былай демалып, ондай болған жоқ. Күнде бір нәрсе жасаймыз әйтеуір. Осыны ойластырайық, осылай жасайық. Қазір енді осы жыл енді жаңа жылға дейін әлі де жұмыс жасаймыз деп ойлап отырмық. Содан кейін көбісі ойлайды ғой, шетелге барған ой, мыналар өмір рахат, шетелге барады, концертін береді, қайтады деп. Негізі ол мүлдем ондай емес та. Барлығы ойлайды, қыдырып жүр, постоянно бір не деп. Жолдың өзі шаршатады. Олай емес та негізі. Тек барасың, репетицияң, концертің, жұмыс бойынша тек ұйқың қанса қағады, қанбаса қайтасың деген сияқты. Сырт көзге өмір рахат барлығына. Өмір рахат демекші қазіргі таңда енді өнерпаздардың осындай әртүрлі келеңсіз жағдайларын көріп жатырмыз. Ішімдікпен ұсталып қалып жатыр, наша шегіп ұсталып деп жатыр. Өздеріңде туралы сондай бір әңгімелер айтылатын шығар. Жалпы өздерің ондай нәрсеге біраз әңгіме айтылған. Қандай, жалпы өздерің қалай қарайсыңдар ол нәрсеге? Теріс қараймыз әрине. Дұрыс емес. Өнер адам болғаннан кейін біздер әні болсын, күйі болсын, кез келгенде біздер халыққа көңіл күй сыйлайтын адамбыз ғой. Мәдениет бізден басталады деп ойлаймыз біздер жалпы. Сондай жалпы ұстанатынымыз да сол ғой, мәдениетті болу. Сахна киелі ғой, оған таза болу керек адам.
жаңа айтатын халық көтеретін де халық, түсіретін де халық қой негізі. 1 минут, 1 секунд қазір. Сахнаға кішкене болса ұрттап шыққан кездерің болды ма? Мүлдем ішімдік тұтынбайсыңдар. Әлде? Жоқ. Әңгіменің ашығы. Мүлдем. Мен болады менде. Бірақ енді сахнаға шықпайсың. Жоқ, әрине. Ол сахна категорически. Өзіміз ұстанымыз ғой. Әрине. Менде жоқ ондай. Және ондай тұтынып шығатын әртістерге қарсысыңдар. Жалпы қазір көп әртістер әртүрлі нәрсені осындай сахнаға ішіп шығады, басқа шығады деген сондай бір әңгіме бар. Енді бар ғой, бірақ сол жаңа айтып кеткен өзіміздің позициямыз да сол ғой, қарсымыз деген. Сахнаға ішіп шығу болмаса басқа да бір жаңағыдай есірткі деп жатырмыз ғой. Әрине қарсымыз өз басымыз. Ол сахна өте киелі болғандықтан ол енді халықтың бағасы ғой ең алдымен. Бірақ халыққа қатты еркелей беруге де болмайды деп ойлаймын жалпы. Сол жаңағы есірткі, арақ дегеннен өзіміз аулақпыз одан. Қарсымыз. Шетелде сендер жүрсіңдер ғой, сахналарға шығып жүрсіңдер. Ол жақта өнерпаздар өздерін қалай ұстайды? Енді бұл шетелмен біздің сахнаны біз салыстырмаймыз өнерпаздарды. Не үшін неге десеңіздер, өйткені шетелдегі концерттердің көбінде атмосферасы мүлдем басқа болады. Енді әлемдікте әншілер, артистер бар ғой, сахнаға ойға келгендерін жасайды ғой негізінде. Ол залдары стадионда беріп жатса да ішіп шығатындар көп қой. Жастар енді концерт ютубтағы неден қараса көп қой негізі ондайлар. Өз басымыз енді домбыра ұстап жүргеннен кейін тем более ғой бізге. Болмайтын, дұрыс емес. Иә, киелі аспап. Иә, киелі аспап. Яғни сендердің қазір жасап жүрген форматтарың, жанрларың бұл декко жанры, иә? Оны Қазақстанға алып келген кім? Асылбек ағамыз. Ал оны ойлап тапқан кім? Әкесі Асылбек ағамыз. Оның аты кім? Жасар. Өте дұрыс, Жасар Еңсеп, иә. Сендер осы жанрды ұстадыңдар, осы бағыт бойынша жүресіңдер. Әлі де эксперимент жасаймыз негізінде. Бұл бір шектеліп қалған неміз жоқ деп ойлаймыз. Декко деген енді аранжировкамен ойналатын не ғой. Оған дейін А-студиямен Айгүл Үлкенбаева ойнаған. Бэндпен деген сияқты. Бэндпен, иә. Азиздулла Есқалиев оған дейін негізінде 70-ші жылдары ойналған деген заттар. сияқты эксперимент ретінде. Бұл шектеліп қалған дүние жоқ қой, ешқандай музыкада шектеу жоқ деп ойлаймыз. Даму керек. Даму керек, домбыраға да даму керек. Домбыра әлемдік аспап қыламыз десек, бұл домбыра дамыту керек біздерде. Ол жаңа кино түсіретін адамдарға, сериал түсіретін, реклама болсын, кез келген жалпы медианың айналасында жүрген адамдардың әрқайсысы ұлттық өнерге деген бір жаны ашитын бір кішкентай болса да бір тамшыдан бір көл қылу керек. Армандарың «Железный человекте» домбырамен жалпы саундтрек жасаса. Голливудтың Марвел киносында AC/DC саундтрек ретінде қазақтың аспаптары домбырамен қобыз ойнаса, біздің миссиямыз орындалды деп ойлаймын. Енді оны да ауыл алыс емес деп ойлаймын. Себебі қазір күтіңіз. көптеген киностудиялар, Netflix сияқты үлкен стримингтер осындай идеялар іздеп жүр. Әртүрлі жаңа дүниелерге, Азияның осындай келбеттеріне, болмаса әртүрлі тарихтарына қызығып жүр, оқиғаларына. Иә, өзіміз армандап кеткенбіз Лос-Анджелесқа барған кезде. Nickelodeon, Fox, Paramount Pictures, барлығы, Universal бәрі тұрды. Қашан осы домбыраның дауысы. Бұйырса енді ауыл алыс емес дедіңіз өзіңізде. Болып қалады ол да. Иә. Жақсы, жарайсыңдар, істеріңе сәттілік тілейміз. Келесі қонаққа қойып кететін сұрақтарың бар ма? Егер болса, мархабат. Мына проблема бар да негізі. Қазіргі ата-аналардың бәрі енді ол оған дейінгі өмірлеріне байланысты қазір балдардың бәрі орысша сөйлейді. Соған кеше президентіміз айтып жатыр, ел болам десең теледидарын түзе деген сияқты. Қазіргі уақытта жастардың балаларына орысша тіл шығып жатыр ғой барлығын. Соған бір қарным ашиды негізі. Соған қазіргі жастарға қандай идеология қалыптастыру керек? Өздерінің балаларын қазақша сөйлету үшін. Не істейміз? Не істейміз шын? Жақсы сұрақ. Келесі қонаққа міндетті түрде қоямыз. Тамаша жігіттер, көп-көп рахмет. Өнерлерің өрге жүзсін, табысты болыңдар, бай болыңдар. Домбыраны бұйыртса Голливудтан шығарыңдар. Ал құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Біздің каналымызға жазылып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.